Баршаңызға сәлем оқушылар. Біздер жалпы 7-ші сыныптың сабақтарын аяқтадық. Енді 8-ші сыныптың тақырыптарына көшетін боламыз. Бізде алғашқы тақырып атомда электрондардың таралуы, энергетикалық деңгейлер. Атомның ең жеңіл бөлшегі бұл электрон. Электрондар атомның теріс зарядталған бөлшегі. Оның массасы 1/2000 массалық атомдық бірлікке жуық. Яғни массалық атомдық бірлік бізде бұл 1,66 көбейтілген 10-27 килограммға тең. Бейтарап атомдарда протон және электрон сандары бір-біріне тең болады. Мысалы, сутек периодтық кестеде бірінші элемент болғандықтан, оның бір протоны, яғни бір электроны бар. Электрондар атом ядросында белгілі бір энергетикалық деңгейлерде қозғалыс жасайды. Ядроға жақын алғашқы қабат бұл К қабаты деп аталады. Екіншісі L, үшіншісі M. Келесі деңгейлер дәл осылай латын әліпбиі әрпімен аталады. Химиялық элемент атомның энергетикалық деңгейлерінің жалпы саны сол элементтің периодтық кестедегі период нөміріне тең. Яғни, мысалы, литий бізде екінші периодта орналасса, ода энергетикалық деңгейі 2-ге тең деген сөз. Мына жерде қарасақ, мына суретте бірінші қабат К әрпімен таңбаланған, екінші қабат Л әрпімен таңбаланған, үшінші қабат М, төртінші қабат Н әрпімен таңбаланған. Мына жерде жоғарғы суретте сутектің атом құрылысын көрсеткен, яғни протон саны біреу, соған сәйкес электрон саны да біреу. Мана айтып кеттік біз атом мен атомдарда протон мен электрон сандары бір-біріне тең болады деп. Әрбір энергетикалық деңгей белгілі бір электрондар санына ие. Электрондар санын біз үлкен N тең болады 2N квадрат формуласы арқылы анықтауға болады. Бұл жерде N дегеніміз кішкентай N, яғни энергетикалық деңгейдің саны. Бірінші деңгейде электрондар саны 2-ден аспайды. Сол себепті алғашқы энергетикалық деңгейде 2 электрон бар. Келесі екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон бар екені анықталған. Атомның К, Л, М, Н қабаттарда максималды электрондар санын суреттегі есептеулермен анықтасақ болады. Яғни, қарасақ мына жерде бізде N тең 1 деген сөз, яғни 2-ні біз 1-дің 2 дәрежесіне көбейтеміз. Сол кезде бізде 2 шығады. Яғни, бұл бірінші қабатта бары 2 электрон сияды деген сөз. Келесі екінші қабатта 8 электрон қалай сиятынын анықтап көрейік. Яғни 2-ні біз 2-ның 2 дәрежесіне көбейтеміз. Сол кезде 2-ні 4-ке көбейтсек бізде 8 электрон сияды. Осы суретке қарап анықтап алсаңыздар болады. Периодтық кестеде алғашқы құрастыру кезінде атом құрылысы әлі белгісіз болды. Дегенмен қазір біз элементтің қасиетін оның периодтық кестеде орналасуы мен электрондардың орналасуымен байланыстыра аламыз. Атомның ең сыртқы қабатындағы электрондар бұл бізде валенттілік электрондар деп аталады. Яғни, бір топтың негізгі топшасында орналасқан элементтердің валенттік электрондар саны тең болады. Бұл жерде яғни негізгі топшаға қатысты айтылған. Демек, валенттік электрондардың саны толығымен элементтің қасиеттерін сипаттайды. Мысалы, бірінші топтың А топшасында орналасқан сілтілік металдардың сыртқы қабатында 1 электрон болады. Осы металдардың барлығы ұқсас қасиеттерге ие. Олар салыстырмалы түрде төмен тығыздыққа ие, ауада оңай тотығады, сумен қарқынды түрде реакцияласады. Яғни, топ нөмірі бұл бізде сыртқы энергетикалық, яғни сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санына тең. Мысалы, екінші топ элементтерде бізде соңғы энергетикалық деңгейінде 2 электрон болады. Мына жерде екінші периодтың элементтері көрсетілген, солардың электрондар саны орналасуын. Мысалы, біз мана айттық, период нөмірі бұл бізде энергетикалық деңгей санына тең деп. Мына жерде қарасақ, екінші периодтың элементтерінің барлығында 2 энергетикалық деңгей көрсетілген. Бірінші литий элементінде бірінші қабатында 2 электрон, екінші қабатында 1 электрон орналасқан. Яғни, жалпы осылар электрондардың қосындысы бізде реттік нөміріне тең болады. Мысалы қарасақ, бізде неонды қарайық. Біз мана айттық, екінші қабатта максималды электрон саны 8 деп. Неонды қарасақ, алғашқы бірінші энергетикалық деңгейінде 2 электрон орналасқан, содан кейінгі екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон орналасқан.
Алғашқы 18 элементтің атомдары электрондарда орналасуы. Енді біз бұл жерде 3-ші периодты қарап өтейік. 3-ші периодта натрийға тоқталайық. Натрийда біз айттық, 3-ші периодта орналасқасын 3 энергетикалық деңгей болады деп. Мына суретте қарасақ, 3 энергетикалық деңгеймен көрсетілген. Яғни бірінші энергетикалық деңгейінде 2 электрон, максималды сиятын саны, екінші энергетикалық деңгейінде 8 электрон орналасқан, ал үшінші энергетикалық деңгейінде 1 электрон орналасқан. Бұл сыртқы энергетикалық деңгей деп аталады. Яғни бірінші топта орналасқандықтан натрий бұл жерде сыртында 1 электрон тұр. Келесі S және P орбиталдарға тоқталайық. S және P орбиталдар бұл атомдағы электрондардың орналасу аймақтарын сипаттайды. S орбитал бұл сфералық пішіндегі орбитал, яғни оның барлық бағыттарда симметриялық пішіні бар. Әр энергетикалық деңгейде тек бір S орбитал болады. Ол 1 немесе 2 электронды ұстай алады. S орбиталдар электрондардың ядроға жақын орналасуына мүмкіндік береді. Келесі P орбиталдарға тоқталайық. Бұл гантель тәріздес 3 орбиталдан құралған жинақ. P орбиталдар бір энергетикалық деңгейде 3 бағытта орналасады. X, Y, Z. Және әрқайсысы өзіне 2 электронды ұстай алады. Яғни барлығы P орбиталға 6 электрон сияды. P орбиталдар электрондардың ядродан сәл алысырақ орналасуына мүмкіндік береді. Сіздерге осындай бекіту тапсырмасы, осыны орындап көріңіздер.